Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін Microsoft компаниясының негізін салушы Билл Гейтстің 11 кеңесін айтқым келіп отыр. Билл Гейтс жоғары сыныпта оқитын жасөспірімдермен кездескен кездегі сөзінде мектепте үйретілмейтін 11 ереже бар екенін, өмірде олардың өте қажет екенін айтқан. Осылайша ол жас ұрпақты қателестірмеу үшін, есейгенде сәтсіздіктерге соқтырмау үшін мынандай 11 ережені ұсынады. Ең бірінші ереже – өмір әділ емес, соған әдеттен дағдылан. Әр жасөспірім орта есеппен бұл әділетсіздік қой деп күніне 6 немесе 8 рет айтады екен. Сендер де оны өз ата-аналарыңнан жиі еститін едіңдер, сосын ата-анаң сен үшін ең үлгілі ұрпақ болды. Ал енді сендерден сол сөзді естіген ата-ана осы бірінші ережені кейін түсіне бастайды екен. Екінші ереже – өмір үшін, әлем үшін сенің өзіңдік бағаның түк мәні жоқ. Өз мектебіңмен айырмашылығы сол. Өмір сенен бір істі өзіңді өзің қашан сенімді сезінгенге дейін жалғастырып аяқтағаныңды талап етеді. Бұл бізді қорқытуы мүмкін. Әдетте өзіндік баға өте жоғары болса, шындықпен бетпе-бет келгенде балалар оның әділетсіз екеніне шағымдана бастайды. Осы жерде бірінші ережені естен шығармайық. Үшінші ереже – сіздер мектеп бітірген бойдан жылына бірден $40,000 ала алмайсыздар. Тіптен сіздер көлігінде спутниктік телефоны бар компанияның вице-президенті де болмайтын шығарсыңдар. Тіпті униформаның да қарапайым түрін киіп жүруге тура келетін шығар. Осының бәріне дайын болу керек. Төртінші ереже – мұғалім тым қатал қойғыш деп есептейсіңдер ме? Бастығың болған кезде күте тұрыңдар. Ол сенің мұғалімің емес. Сондықтан әлдеқайда қатал болуы мүмкін. Қателескенде онымен қалай жұмыс істеу керектігін, қатені қалай жөндеу керектігін сұрамайды. Гамбургер сату сенің намысыңды төмендетпейді. Бұл 5-ші ереже. Сендердің ата-бабаларың мұндайды басқаша атады. Ол мүмкіндік. Олардың жалақысы аз болғаны үшін ұялған жоқ. Әр демалыстарында атақты адамдар, ақындар, әншілер туралы талқылау олар үшін ұят емес еді. Егер сен балшыққа батып қалсаң, ол ата-анаңның кінәсі емес. Бұл 6-шы ереже. Өз өміріңе жауапты болу. Бұл менің өмірім, маған ақыл айтпа, өзім білем деген сенің сүйікті сөздерінің екінші жағы. 18 жастан асқан соң қаржылық жауапкершілікті өзің алуың керек, сондықтан бұған шағымданбау керек. 7-ші ереже. Сен туылғанға дейін ата-анаң дәл қазіргідей іш пыстырарлық емес еді. Олар сендерді бағып қағуда әртүрлі есептер төледі. Артыңнан жиналып шашылып қалғанды жинап жүріп, сенің өзің жақсы көретін нәрселер туралы тыңдай жүріп, осындай болған. Сондықтан ата-аналарыңның әлемінен қорғанбас бұрын өз бөлмеңді кір-қоқыстан тазалап ал. 8-ші ереже. Мектепте көшбасшы оқушы және жаман оқушы деп бөлінген шығарсыңдар, бірақ өмірде олай емес. Кей мектептерде адамның өзіндік бағасы төмен болмасын деп жаман бағалар қоймайды. Бірақ бір нәрсеге тырысу, күш салу, нәтиже сияқты маңызды. Бірақ нәтиженің шынайы өмірмен сәйкес келуі мүмкін болмайды. 9-ші ереже. Өмір 90-ға семестрге бөлінбейді. Сендердің жазғы каникул, мерекелік демалыстарыңда болмайды. Күнде жұмыста болу керек, онда 8 сағаттан отыру керек. Әр 9 ай сайын жаңа сынып пен жаңа өмір басталмайды. Осылай жалғаса береді. Сол сияқты өзіңді көрсетуге немесе дамытуға қызығушылық танытатын жұмыс берушілер де көп табыла бермейді. 1-ші, 2-ші ережеге қараңыз. 10-ші ереже. Теледидар шынайы өмір емес. Өмір күлкілі оқиға емес. Сондай-ақ қиындықтар да 30 минуттық жарнама уақытында шешіле салмайды. Шындығында адамдар дәмханада шай ішіп отыру үшін емес, жұмыс істеу үшін барады. Ал сіздің достарыңызда кино кейіпкерлеріндей көңілді болмайды. 11-ші ереже. Жаттап оқитындар немесе шамадан тыс көп оқитындармен тіл табысуға тырысыңыз. Өйткені солардың бірінің қарамағында жұмыс істеуіңіз әбден мүмкін ғой. Сол кезде бұныкі дұрыс екен ғой, неге мен осыны бұрын білмедім екен деген ой бірден басыңызға сап ете қалады. Егер менің осы айтқан кеңестерім сіздерге ұнайтын болса, каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.